Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп гимназия. Әдебиеттік оқу пәні бойынша 2 сынып оқушыларынан өзіндік жұмысы. 4-90. Бөлімі: қоршаған орта. Сабақтың тақырыбы: ағашқа күтім жасаймын. Мақсаты: сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан жинақтаған сөздіктерден тауып, ақпаратты берілген үлгі кестеге саламын. Күтілетін нәтиже: мәтінді мұқият тыңдаймын. Тыңдалған мәтін бойынша ақпаратты кестеге жазамын. Кейіпкерге кеңес беремін. Балалар, енді сіздерге бірнеше сұрақ қойылады. Сұрақтың жауаптарын ата-аналарыңызға айтып беріңіздер. Бірінші сұрақ: жер ананың сүйікті бөбектерінің бірі ағаштар дегенге келісесің бе? Екінші сұрақ: ағаштардың қандай түрлерін білесің? Дәптеріңе 10 ағаштың атын жазып жаттап ал. Үшінші сұрақ: ағаштар ашулана ма? Осы сұрақ бойынша ойыңды айт. Ағаш адамның күнкөріс қарекеті мен рухани өмірде ерекше орын алатын табиғи нысаны. Ағаштар туралы алынған қызық мәліметтер. Кәне тыңдайық. Әлемдегі ең биік ағаштың аты қандай екен? Биіктігі қанша екен? Ең жуан ағаш қалай аталады екен? Диаметрі қанша екен? Мына жерден бәйтерек туралы қызық мәліметті біліп алайық. Қарағай ағаштары туралы не айтылады екен? Үйеңкі ағаш туралы да біліп алайық. Емен ағашы туралы не жазылыпты? Қайың ағашы күнге қаңсымайды, ыстық суыққа төзімді болады. Ал енді жеміс ағаштары туралы да айта кетейік. Жеміс ағаштары: алма, алмұрт, шие, жиде, алқоры, долана, өрік, тағы басқалар. Барлық жеміс ағаштарына тән қасиет: олар қатты, тығыз, жылтыр болып келеді. Бердібек Соқпақбаевтың «Ағаштар неге ашуланады» деген мәтіннің жалғасын төменгі парақшадан оқып алайық. Ағаштар неге ашуланды? Үзіліске қойып оқып алайық. Мәтіннің жалғасы. Үзіліске қойып оқимыз. 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 Енді балалар, тапсырмаларды орындайық.
Төмендегі сұрақтарға ауызша жауап беріп, мәтін мазмұнын есіңе сақта. Бірінші сұрақ. Алмабек жолдастармен қайда келді? Екінші сұрақ. Ауа райы қалай өзгерді? Үшінші сұрақ. Алмабек орманға неліктен барды? Төртінші сұрақ. Орманда қандай оқиға болды? Бесінші сұрақ. Орман ағаштары Алмабекті не үшін жазалады? Алтыншы сұрақ. Оқиға қалай аяқталды? Балалар, ағаш не үшін керек әдісін қолданайық. Экранға қараймыз. Экранда ненің суреті белгілі бейнеленген? Әрине, ол ағаш. Дәптерімізге ағаштың суретін саламыз. Және осы ағаштың жан-жағында бірнеше ұяшық тұр. Ол ұяшықты не істеу керек? Толтыруымыз керек. Қалай толтырамыз? Бердібек Соқпақбаевтың «Ағаштар неге ашуланады» атты мәтінін оқыған кезде ағаштар өз пайдаларын айтып өтті. Соны есімізге түсіріп, әр ұяшықты толтырамыз. Және дәптерімізге жазамыз. Кері байланыс. Алмабекке ағаштарды қалай күту керектігі жайлы 5 кеңес жазып жібер. Бейне баянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.